Диаграмма тарауы. Бұл тарауда біздер бірінші шеңбер мен дөңгелектер туралы сөйлесек. Шеңбер. Шеңбер өздерің білетіндей мынандай белгімен осындай болады, осындай белгімен белгіленеді. Енді шеңбердің ортасы, дәл ортасындағы нүкте, оны О нүктесімен белгілесек, бұл шеңбердің центрі болып саналады. Шеңбердің центрінен шеңбердің шетіне дейінгі қашықтықты радиус деп атайды. Міне бір радиус болады, мына жерде тағы радиус салады, мына жерге дейін салатын болсақ, бұл да радиус болады. Тағы сол сияқты шексіз радиус сала беруге болады. Бірақ ең бастысы түсінетін нәрсе, бұл радиус дегеніміз шеңбердің ортасынан бастап шетіне дейінгі қашықтық. Және шеңбердің диаметрі деген бар. Шеңбердің диаметрі деген бұл шеңбердің екі жағын қосатын түзу. Және ол шеңбердің ортасы арқылы өту керек. Шеңбердің диаметрі неге тең, қалай ойлайсыңдар? Бұл 2 радиусқа тең. Мына жері бізде радиус болады, үлкен р әрпімен белгілейміз. Және мына жерде радиус болады, өйткені мынау ортасынан шетіне дейін қашықтық, мынау да ортасынан шетіне дейінгі қашықтық. Сонда шеңбердің диаметрі шығады. Шеңбермен шектелген фигураны біздер дөңгелек деп атаймыз. Мына дөңгелек осы мына шеңбермен шектелген фигура. Енді дөңгелектің біздер мынандай дөңгелек беретін болса, ортасы О нүктесі болатын болса, біздер бұдан дөңгелектің секторын салуымыз. Дөңгелектің секторы дегеніміз ол 2 радиуспен шектелген фигура. Мына 1 радиус салдық, және мына жерде тағы 1 радиус салдық. Осы ортасымен шектелген фигура дөңгелектің секторы деп аталады. Мына жер. Сектор былай бөлген кезде біздер неше сектор аламыз? Біздер бірден 2 сектор аламыз. Бірінші секторымыз мынау, мына бөлігі, ал екінші секторымыз ол мына бөлігі. Өйткені бұл жағыда 2 радиуспен шектелген. Толықтай мына ортасының қанша бұрыш екені, бұл 360 градус болады. Ортасындағы бұрыш бұл 2 жазық бұрыштан құрылған, көріп тұрғандай. Міне, бір жазық бұрыш былай болады, және екінші жазық бұрыш былай болады. Сондықтан бұл 360 градусқа тең деген сөз. Енді жалпы секторлар бұрышпен көрсетіледі. Сектордың мына жері қанша бұрышы қанша градус екені көрсетіледі. Мысалға, мынау бізде А, О, Б нүктесі болатын болса, былай айтылады. А, О, Б секторы. Бұның бұрышы, А, О, Б бұрышы бізде мына жағдайда мысалға бізде 45 градусқа тең болатын болсын. Онда бізде мына сыртындағы сектор қанша градусқа тең болады екен? Ол бізде 360 азайтылған 45 градусқа тең болады. Өйткені мына бөлігі 45 градус болса, мына қалғаны 360-тан 45-ті азайтқанға тең. 360 градустан 45-ті азайтатын болсақ, бізде 315 градус шығады. Міне шеңбер, дөңгелек деген осы. Бұл тақырыпта ең басты жаттап алатын нәрсе, көп қолданылатын нәрсе бұл радиус. Шеңбердің ортасынан мына шетіне дейінгі қашықтық. Радиус, және диаметр бұл түзу сызық, шеңбердің ортасы арқылы өтетін түзу сызық. Және бұл 2 шетіне дейін жету керек. Диаметр 2 радиусқа тең. Бұлай белгілейміз диаметрді, бұл 2 радиусқа тең. Ал радиус мынау ортасынан шетіне дейінгі қашықтық. Бұл жағдайда бізде О, А кесіндісінің ұзындығына тең болады. Мысалы, бір сурет салып көрейік. Осы шеңбердің бізде радиусы мысалы 5 сантиметр деп айтсын, онда бұл шеңбердің диаметрі қанша сантиметр болады? Бұл шеңбердің диаметрі 2 радиусқа тең. Яғни 2 көбейтілген радиус бұл 5 көбейтілген 2 тең болады 10-ға тең бұл жағдайда. Ең басты жаттап алатын нәрсе осы. Және екіншісі бұл сектор. Сектор деген осылай 2 радиуспен беріледі, және оның қанша бұрыш екені беріледі. Сол бұрышқа байланысты сендер сектордың ауданын, тағы басқа сипаттарын таба аласыңдар.